жалпы қай елде мынау азық-түлік қауіпсіздігін сақтау үшін ең бірінші керегі осы ауыл шаруашылығы, соның ішінде мал шаруашылығы. Бұл жөнінде мынау біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жақсы келелі пікір айтып, адамға санасына ой түсіретіндей әңгімелерін айтты. Айтуын бір кісіде айтылды. Соны жүзеге асыру жөнінде біздің қазіргі шараларымыздың өзі әлі өз деңгейіне жете алмай жатыр. Себебі оған біз әлі дайын емеспіз. Осы уақытқа дейін өсірейік деп өрелеп келдік. Ал соның қай шетінен қалай бастап дамыту керек жөнінде нақты осыған біз кіріскен жоқпыз. Өйткені біздің мына осы Құрманғазы ауданының көп жері, нарын бойы түгел дерлік қазір иесіз қалуға айналды. Өйткені ол жерде қазір мал бағып отқан кісі жоқ.